Бүгін бәрбардың туған күні. Сайтымыз қалай құрылғанын айтып берейік пе? Тыңдаңыз. 2009 жыл Ербол 3-ші курс студенті. Оған сайт жаса деген тапсырма беріледі. Ербол қазақша бағдарламалау терминдері жинақталған термин KZ сайтын жасап шығады. Ол осы сайтты дамыта жүріп интернет қазақша сөйлей алмайтынын түсінеді. Орысша не ағылшынша сұрақ қойсаң мыңдаған жауап шығады. Ал қазақша сұрасаң түк жоқ. Ербол неге қазақша сұрақ жауап порталын жасамасқа деп ойлайды. Сөйтіп 2009 жылы алғашқы қазақша сұрақ жауап платформасын іске қосады. Басында бәрін өзі істейді. Сұрақты өзі қояды, өзі жауап береді, өзі модератор, өзі дизайнер. Жатақханада достары жүр контр ойнайық десе де Ербол сайттан бас көтермейтін. Уақыт өте платформаның тұрақты қолданушылары пайда болды. Біреу сұрақ қойса 10 адам жауап беретін. Тіпті қолданушылар арасында бақытын тауып үйленген жұп та бар. Енді Ербол қазақ жастарына пайдалы үлкен портал жасағысы келді. Осылай 2010 жылғы 10 қазанда ішінде бәрі бар порталы құрылды. Ал сұрақ жауап платформасы порталдың бір бөлігі. Бүгінде портал директоры Ербол Серікбай, редакцияда бас редактор Таңшолпан Бегалықызы, коммерциялық директор Зарина Алимова, журналистер Жазира Пірімқұл мен Ақерке Елемес, SMM журналист Жәнібек Әміре және суретке түсе білмейтін иллюстратор Бекзат Исамбергенов істейді. Ал Talking Head маманы өзім Әділет Есімжан. Бұдан бөлек авторларымыз да бар. Бәрбардың құрылғанына тура 15 жыл толды. Бізде бәрбар.